Tangır'ın Muzbalağı Muqaqali atamыздың тамаша сөзі жазылған Елена Әбдіқалықова дейтін апамыздың жақсы әні бар, есіңе мені алғайсың деген. Сол әніне орындап бастайық ағайлар. Өйткені құдаларымыз әрқашанда бір-бірлерін ұмытпай, естеріне алып жүрсін деген жақсы ниетпен осы әнмен бастап берейік. Аталарымызбен де қабыл алыңыздар. Естеріңізге алып жүріңдер, жұп болсын енді, жалғыздық тек қана Аллаға жарасқан дамытуға қош келдіңіздер. Енді осыдан енді бір жыл бұрын былтыр ғой деп қателеспесем, сандық дейтін тамаша Алматыда мейрамханада кездесіп, тәтті шайымызды жасап, ақылдасып, құда дейтін келісіммен, ақ батасымен деген екі жасымыз шаңырақ күтіп жатыр ғой. Сол кезде таныспыз құдалармен, қазір қол алысып, мүмкіндік болмай қалды құдайға енді, ренжімеңіз. Сол жерде қызметте болғанбыз, олардың көңілін көтеріп осынау тамаша әнін шырқап бергенбіз. Енді құрметті ағайлар, танысып жатырмыз ғой, бізде өзіміз таныстырып қояйық. Мынау бізде осы үйдің баласымын деп айтсам болады. Қатты артық айтқан болмас. Мынау Талас ағам мен Жәмила әпкем менің өгіл папам мен мамам. Осы үйдің талай тойын жүргізіп, талай келіндердің бетін ашып, осы түскен келіндердің барлығының өзімнің қолына өткен. Сондықтан да бүгінде мені сіздерді күтіп жатырмыз. Демеген сіздерге де бөтен емеспіз. Осы шаңыраққа да бөтен емеспіз. Есімім Самат. Салауат деген жігіт. Мына жігітте менің аттасым Самат деген інім ағайындар. Бүгін сіздерге әдемі қызмет жасап, әндерімізді әдемі шырғап беретін осы үш азамат бізге де бір қол соғып қойсаңдар болар ағайындар. Құдалығымыз мәңгілік болсын, жұптап отырайық, көңілді отырайық. Енді қазақтың қара шаңырағы ауыл дейміз. Бәріміз де ауылдан шықтық. Ауылдың суын ішіп топырағына аунап өскен жандарымыз, ұлдарымыз. Сондықтан да бір ауылды еске алып жүрген аталардың құрметіне арнап, ауылға барам деген жақсы әнді орындап берейік. Қабыл алыңыздар бізге. Ауылға барма не? Yüreğim bildim yetişirim. Avuldun suvu, avuldun nuvu aksarda. Kıydın tillektin,
Аны алып отырса ана өзі ана құдайдан да хабар алып келейін, өзі мені кішкене жүргізіп алады.